Қазір сосын тенденция байқаған шығарсыңдар. Асу, Санжар, мен стараемся қазір бір лагерьді бірге өткізуге. Ага. Өйткені осы тафтан кейін де Асумен бірге отырып сөйлескенбіз жалпы. Давай осы елу жетілерді жинайық. Мгм. Сенің бойыңа болсын, менің бойыңа болсын, мықтыларды жинайық. Сбор жақсы өтеді да, Иә, иә, мықтылармен. өте сапалы. Бір-біріне Кәдімгідей. жақсы көмектесіп Мысалы, Катардың өзінде, мысалы, 3-7 болдық. Уже таңертең сенде қандай нагрузка күтіп тұрған білесің да, Санжар мен Асу тұр дегенше. Значит, ерте ұйықтайсың, витамин, тамақ, тренер бар. Кәдімгідей жұмыс жүргізіліп жатыр да. Жаңа біз той домалақты іздеуде емес, Исатай. Иә, иә. Мен енді 30-дан кеткен жігітпін, ағалар бар, бауырлар бар. Тренировкадан келдім, кешкі тренировка 8-ден шаршап. Звондайды, Алиби, бір тойым бар еді, 1-2 сағат келіп кетші. Тойға барып да билемейсің ғой, отырдың, сол жерде әңгіме айттың, шайыңсың, жаймен 11-ге таман тұрып кетесің. Ол бір, екінші адам көреді, екінші шақырады, үшінші шақырады, каждыйына внимание бөлесің. Сен восстановлениең бар, мысалы. Қазір мен тренировка бардым, обедін ішем, бір 40 минут мызғып аламын, болды, мен келесі тренировка дайын тұру керек, мен бүта оқумен айналыспаймын. Сол үшін ғой Асудың да айтатыны, шет елге, басқа жерге шығып кетсең күшті. Яғни миыңда тыныш, сабақ кітабыңды оқисың, тренировкаңды істейсің, демаласың, ұйықтайсың, процесстен ләззат аласың да. Ал елде жүрсең кәдімгідей қиын. Анда шақырады, мында шақырады, сонымен шамалы. Мен өзім лично жаңағыдай өзімнің әке-шешем әйелімнен де кетіп қаламын 2 айға. Мысалы Қазақстанда болып жүрді ғой. Иә, иә. Кәдімгідей бөлек квартира жалдап, залға жақын, холодильнигінде чисто ПП, зато психикам да дұрыс, настроим да дұрыс бойға деген. Түсіндім. Сондай процесс.